Отбасы адам өміріне аса қажетті құндылықтардың қалыптасуында маңызды рөл атқарады. Шынайылық, мейірім, өзгелерге құрмет көрсету – бұл қасиеттер балаға ең әуелі жақындарынан беріледі. Жауапкершілік, жанашырлық, айналаға деген махаббат. Отбасында қалыптасқан бұл құндылықтар адамға өмір бойы бағыт-бағдар береді. Құндылықтар туралы құрғақ сөз айту жеткіліксіз. Оны көрсетіп, игі іс жасап, балаларды да ізгілікке бастау қажет. Ортақ мерекелер, жиі бас қосулар, ұрпақтан ұрпаққа дәстүрлерді мұра етіп жеткізу. Мұның бәрі отбасы мүшелерінің арасындағы қатынасты нығайтып, бала жүрегінде жылдар бойы қалатын құндылықтарды сақтауға көмектеседі. Махаббатқа, құрмет пен мейірімге толы берік шаңырақ құрыңыздар. Сонда балаларыңыз да ізгі, адами қасиеттерге толы тұлға болып қалыптасады.